Алтыншы сынып, екінші тақырып. Бірінші, екінші сабақтар. Ауылым, алтын бесігім. Үшінші тапсырма. Қазақта ауылым алтын бесігім деген сөз бар. Әркімге өзінің туған жері жерұйық. Біздің дүниеде жалғыз еліміз, жеріміз бар. Ол қазақ елі. Жалғыз отанымыз Қазақстан. Отаныңды сүю, отаныңа деген сүйіспеншілік, отбасыңнан, кіндік қаның тамған жерден, ұшқан алтын ұяңнан басталады. Менің де ұшқан ұям дәл осы жер. Балалық шағы өткен жерін адам еш уақытта ұмытпайды. Ауыл біздің табан тірер жеріміз, тұғырымыз. Ауыл халық руханиятының алтын діңгегі. Нұрсұлтан Назарбаев. Жетінші тапсырма. Мен жазда ауылға бардым. Менің атам мен әжем ауылда тұрады. Сен қайда бардың? Мен де ауылға бардым. Ауылда нағашыларым тұрады. Інім екеуміз жидек тердік. Атам ауылда бақташы. Мен оған көмектестім. Әжемнің бал қаймағын айтсаңшы. Иә, ауыл маған да ұнайды. Ауасы таза, қаладағыдай шу жоқ, тып-тыныш. Менің нағашы әжем де балқаймақ жасайды. Женті де өте дәмді. Әсіресе кішкентай қозы мен лақтарды айтсаңшы. Өздері сондай сүйкімді. Қорада ойнап жүреді. Жаз өте қызықты болды. Мен келесі жылы да демалыста ауылға барамын.